Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Қостанай облысында жоғалып кеткен әже мен немеренің денесі табылды. Із-түзсіз жоғалған әжесі мен немересін табу үшін дереу іздестіру жұмыстарын ұйымдастырды. Қостанай облысында жоғалып кеткен әже мен немеренің денесі табылды. Қостанай облысындағы ауылдың шетінен әйел мен баланың мәйіті табылды деп хабарлады Түркістан.кз. Азаттық рухы сайтының мәліметінше 68 жастағы әйел мен 11 жастағы қыз 2023 жылдың 26 желтоқсанында таңертең Степной ауылынан шығып үйіне оралмаған. Соң іздеу жарияланған. Олар Қостанайға барып азық-түлік сатып алмақ болған. Полицейлер із-түзсіз жоғалған әжесі мен немересін табу үшін дереу іздестіру жұмыстарын ұйымдастырды. Іздеу жұмыстарына 120-ға жуық адам мен 6 техника жұмылдырылды. 2023 жылы 27 желтоқсанда сағат 12-лер шамасында Степной ауылының шетінен жоғалған адамдардың мәйіті табылды. Оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр, деді Қостанай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі. Ведомство барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатқан атап өтті. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.